Баршаңызға сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай қытырлап тұратын әрі жылдам әзірленетін чак-чак пісіретін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Бізге керекті заттар: 2 жұмыртқа, разрыхлитель, ұн және шым-шым тұз керек болады. Алдымен жұмыртқамызды үлкенде ыдысымызға жарып аламыз. Тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Ыдыста тұрған ұнымызға разрыхлительді қосып, араластырып аламыз. Сосын жаңағы жұмыртқаға салып, жұмсақтау қамыр илейміз. Қамырымызды пищевой пленкаға немесе одноразовый пакетке салып, иығанғанша қойып қоямыз. Иығанған қамырымызды домалақ жұқа етіп жайып аламыз. Қамырымыз бізде 1 миллиметрдей өте жұқа болса керемет болып шығады. Чак-чагымыз жұқа қылып жаюға тырысыңыздар. Қамырымызды осылай оқтауға орап, 5 бармаққа қамыр кескендей етіп, осылай кесіп алсаңыздар, өте жылдам кесіледі. Уақыттарыңызды да үнемдейтін боласыздар. Осылай 5 бармаққа қамыр кескенде кесіп алып, сосын оны тағы да ұзынша етіп кесіп аламыз. Бір қамырымызды алып, осылай ромбик тәріздес етіп кесеміз, яғни бауырсаққа ұқсатып кесіп шығамыз. Кесілген қамырымызды бір-бірінен ажыратып аламыз міндетті түрде. Барлығын кесіп алып, қызып тұрған майға салып пісіретін боламыз. Май қызған кезде осылай чак-чагымызды салып, міндетті түрде осылай кішкене араластыра отыра, сарғая бастағанда аламыз. Қатты қызартып керек емес, қатты қызаратын болса, чак-чактарыңыз қатты болып қалуы мүмкін. Сондықтан шамалы сарғайғаннан ала береміз. Майға қамырды салған соң міндетті түрде араластырып отырыңыздар. Себебі қамырдың құрамында тек жұмыртқа болғандықтан ол өте тез піседі, күйіп кетуі мүмкін. Және қатты қызартпаңыздар, чак-чактарыңыз қатты болып қалады. Сондықтан сәл сарғая бастағаннан ала береміз. Осынша чак-чак шықты, түсі осындай золотистый, алтын түстес болу керек. Оған сгущенкамызды, яғни қоюлатылған сүтімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Араластырғанда қолмен емес, осылай сілкіп айналдыра араластырып алсаңыздар, чак-чактарыңыз езілмейтін болады. Чак-чагымыз дайын. Оны тарелкеге салғаннан кейін бетін осылай макпен немесе шоколадты үпкіштен өткізіп, немесе күншіт сеуіп, қалауыңызша әрлесеңіздер болады. Ас болсын. Сіздермен болған Анаргүл. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Әлі де менен күшті рецепттер күтіңіздер. Назарларыңызға рахмет.